Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде Lexus GS 300-дік хозяинның айтуы бойынша бір-екі проблема бар дейді. Ол дроссельная заслонка, D-ның селекторінде светі жанбайды дейді. Соны қарайтын боламыз. Не болып тұрған, нақты қандай проблема бар екен, бүгін бізбен сіз табуға тырысатын боламыз. Көлік енді жаңа емес, өзіңіз біліп тұрғандай, көлікте бірнеше проблема бар. Қазір уже визуалды қараған кезде бұл жерде қасасының барлығы шашылып жатыр, және де сымдары шашылып жатқан болады. Көріп тұрғаныңыздай сынып, майысып, енді қайтсең де 20 жылдан асқан көлік қой. Прокладкасынан май ағып бастаған. Малай қарағанда катализаторын енді ол жерде жоқ шығар ешқандай проблема. Бірақ тоқтар жаңа жиналған дейді. Көлік таңертең от алмайды дейді, дұрыс қызбайды дейді. Сол проблеманы біз сіздермен табуға тырысатын боламыз. Оны бастау үшін бірінші компьютерлік диагностикамен қарап, содан кейін бір мәмілеге келетін боламыз. Әзірше компьютердің диагностиканы бастаймыз. Бісміллә, ендеше біз диагностикалық сканерімізді іске қосайық. Қандай проблема бар екен, сосын белгілі болады. Терезелер ашып жабады әлгі шейін. Мақтанышын білдірейін. Қайтсең де Toyota Lexus қой. Toyota Lexus'терде дұрыс жасамайды деген көлік көрмеппін. Так, ендеше қазір диагностикалық сканерімді қосатын болам. Ол үшін қандай проблема бар екенін және де не болып тұрған барлығын тексеретін боламыз. Коробкада бізде D позициясы, селектор передачасы D жанбайды дейді. Сондықтан сол D-ні коробкасының компьютеріне кіріп көретін боламыз. Не болып тұрған, нақты қандай проблема, қандай причина бар екен, және де қозғалтқыштың миына кіріп көретін боламыз. Қандай проблема бар екен. Ендеше біз диагностиканы басамыз. Так, Азия, бізде Lexus қой. Бұл сигнализацияда жыпылықтап тұр. Сигнализацияны сөндіріп тастау керек болып тұр. Болмаса басыңда ордатындай екен. Ручной выбор. Автовыбормен 97 қайтсең де шықпайтын шығар. Себебі компьютер барлығы ауысқан болар. Бұлай көліктің енді ішкі құрылысын көріп тұрсыңыз ғой. Мұны көлік енді қолдан көлікті 2 миллион қалған болатын. Шетелде 2 миллион, бұл бізде қарап отырсаң $5000 ғой. Шетелде, Европада $5000 бұндай көлік алсаң, әке-шешең үйіңе кіргізбейтін шығар деп ойлаймын. Себебі $5000 бұндай көлік түспейді. Мысал үшін мен list.am сайтында, Арменияның, немесе автопапа.ge сайтында бұндай көліктер $800-900 табуға болады. Өкінішке орай, бұл басқа тарих және басқа мемлекет. Бізде бұл көліктер қымбат болады. Так, көлік бізде европеец, GS 300 деп мен кіретін болам. Азерс 97 ғой, 2000-ға дейінді басайын. Диагностика, блок управления, автоматпен компьютерді басамыз. Қандай проблема бар екен, бірінші нақты біліп алайық. Себебі дұрыс проблема табылмаса, мотор тестермен кірудің қажеті жоқ. Бірінші диагностикамен көлікті қарау керек болып тұр. Нақты. Көліктің есі тасап кеткен, өзің қарап, хабарын айтарсың деп. Біріншіден бұл енді көліктің касалары барлығы сымдары бетіп сынып үгітіліп жатыр, ана изоляциялық резинкелері. Сымдары бір-біріне тиюге аз қалып тұр. Бұны бірінші айтарым, көліктің касасын жаңадан жинап, изоленттеп, барлығын изоляциялап қою керек болып тұр. Себебі Алла сақтасын, бір күні өртеніп кетуі мүмкін. Көліктің барлық көбінесе көп датчиктері ашық жатыр. Так, бізде текущие данные и
ошибканы қараймыз қазір қандай проблема бар екенін. Былай қозғалтқыш жағынан тәліме жақсы, әдемі істеп тұр. Ешқандай вибрация, ешқандай сілкіну деген ондай мен байқап тұрған жоқ. Мына қазір дыға түспей тұр, 4-ке секіріп кетіп тұр. 3-те 2-де автоматта ешқандай проблема жоқ. Барлығы әдемі. Бірақ діні көрдіңіз ғой? Кішкене ұрып тұр. Бұлай басқа проблема ондай алып кететіндей ештеңе жоқ. Так, ошибка бізде. Қазір қараймыз. Енді ескі көлік болғасын 2 минут 3 минуттен күту керек тура келіп тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 қате бар. Автомат, қозғалтқыш және иммобилайзер 3 блоктан 7 қате шығып тұр.